Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті, сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см дейін өседі. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Шындығында бұл өсімдіктердің емге жарар тұсы өте көп. Адыраспан халық арасында адыраспан, испан, исырық, бейбек, белобок деп аталады. Басқа да атаулармен таныс. Ол орталық Азияда, Ресейдің Европа бөлігінің оңтүстігінде, Кавказда, оңтүстік Европада, солтүстік Африкада, Таяу Шығыс пен Моңғолияда, Қытайда өседі. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланылады. Адыраспан 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданылады. Оның шөбінен қайнатып жасылған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінін бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып, демікпені емдеген. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөп шай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит, гастритін емдейді. Аталған шөптің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адамның буыны сырқыраудан, аяқ-қолы қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Жел құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, жаншып, буынға тарту керек. Малдың қотырын адыраспанды қайнатып жуған. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап, берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екенін анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысы тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен Паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оның әсерін береді. Адыраспандағы гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Адыраспанның ерекше қасиеті өкпе ауруына ем. Өкпе туберкулезі, демікпе, ентікпе, тағы да басқа әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққанда адыраспанды пайдаланған. Адыраспан улы, сасық иісті, жұмыр өсімдік. Көбінесе жол жағасында, шөлейтті, ірі құрғақ жерлерде өседі. Құрамында адыраспан сілтісі мен ұшпа майы бар. Жинау мен өңдеудің келер болсақ, жердегі бөлігі және тұқымы дәріге пайдаланылады. Жер үстіндегі бөлігін жазда немесе күзде жинап, жаз күйінде немесе кептіріп турап жасайды. Ал тұқымы піскенде жинайды. Бір ескере кететін жайт, адыраспан улы болғандықтан пайдалану мөлшерін сақтап, сабағы мен жапырағын 4-8 грамм тұқымына 0,1-ден 0,5 граммға дейін абайлап қолданған жөн. Сабағы мен жапырағын қайнатып, мөлшерімен ішсе, талма, сал, ұмытшақтық, суықтан болған ми қабынуы және тарамыс ауруларына жақсы ем. Тісті адыраспан шөбімен ыстаса, қақсап ауырғаны басылады. Буынның жел қоздырған қабынуына қолданылады. Ол үшін жас сабағы мен жапырағын жаншып, буынға таңады.
Достар, адыраспанның қандай қасиеттерге ие екенін білдік. Менің арнама тіркелуді ұмытпайық. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.